осындай әдемі қоржындарды өзіңіз жасап алғыңыз келсе, ат қоржын ентікпеге қолдануға болады мінекей. Менімен бірге қалыңыз, қазір жолдарын көрсететін боламын. Міне мынау 120-да 40, ұзындығы 120, мына жер 40. Сосын 40-та 40 квадрат 2 мата қиып аласыз. Қиып алынған 40-та 40 матаны осы 120-да 40-тың екі жағына қоясыз. Бұлар екі қалта болады. Сосын үстіне оюларды орналастырып, оюды бір-біріне беттестіре қою керек. Мінекей орналастырып алдық. Клей астында, бетінде велюр, мына жерде велюр, клей үстінде. Екінші қалтаны дәлме-дәл жабамыз. Жерде қалтаны қалтаға туралап, шашағын шашаққа туралап қойып алдық. Астында оюларымыз тұр. Енді үтік қызып тұр, пармен басып аламыз. Қатты басудың қажет жоқ. Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, қандай да бір пікірлер пайда болған болса, сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді жаза өтіңіздер. Алдағы уақытта ағайын 9 сумкалардың түрлерін тігетін боламыз, замокпен, замоксыз. Тұсаукесер рәсіміне арналған кілемше жасаймыз. Және тағы бір видеода картина жасау жолымен танысатын боламыз. Кәні көрейік. Міне екі жаққа бірдей ою жабысып шығады да сонда. Қандай да бір жер жабыспай қап кеткен болмау үшін мен екі жағынан да үтік басып шығамын. Мінекей бізде қоржындар дайын, осындай әдемі қоржындар шығады. Осы қоржынды купра матадан жасадым. Купра деп айтылады. Болмаса сіз киізден немесе велюрдан жасасаңыз да болады. Я болмаса, например, мысалға сіз апаратын кезде осындай матаны алатындай жағдай болмай қалса, үйде не көп, бізде сандықта мата көп, кез келген матадан 120-да 40 қырқасыз, 40-та 40 қалтадан 2 қырқасыз. Сөйтіп жаңағы оюды бір-біріне беттестіріп қойып, мына жағына шашақ, мына жағына тесманы тігіп алдық қой бұсада. Сосын оюды беттестіріп қойып, пармен жай-жай үстінен басып аласыз. Сонымен жабысып қалады үтік басып, оюлар жабысып қалады да. Осындай әдемі сұлулық шығады. Сөйтіп ішіне осылай заттарды, жаңағы ентікпенің заттарын, я болмаса атқа жабатын кезде ат жабуға арналған өзіңіздің сый-сияпат заттарыңызды салып апара бересіз. Көп уақытты алған жоқ. Тез арада осындай әдемі қоржын жасап алдық. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, пікірлер айтып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.